Адамның бойындағы құрметтеуге тұратын ең ұлы қасиет өз отанына, еліне деген махаббат. Өз отанын жан тәнімен сүю адамшылықтың шыңы деп білемін. Азат еліміз алты құрлыққа жайылған абат елге айналып, қауіпсіздігіміздің белдеуіне баланды. Ширек ғасыр өтсе, уақыт бедері жүзеге асты, кейбір істе келелі. Мына әлемде өзің барсың ана тіл, сен бар жерде ұлтың да аман келеді. Қазақтың тілі соншалықты мол, ләкин қазақтың тілімен қандай кітап болса да жазып шығаруға болады. Қазақ тілі мұншалықты жатық әлі анық болар еді. Егер де біздің қазақтар бөтен тіл араластырмай, ілгері батырып сөйлесе деп, Ыбырай Алтынсарин атам бабамыз айтқандай. Бүгінгі таңда қолдану өрісі жайлы мектебіміздің кітапхана меңгерушісі Қалжанова Венера апаймен сұхбаттасамыз. Ұлы тұлғаларымыз Абай Құнанбайұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Ыбырай Алтынсарин арман қылған қазіргі таңда тіл туралы өз ойыңызбен бөліссеңіз. Қазіргі таңда біздің Ахмет Байтұрсынов атындағы қазақ орта мектебіміздің ұлы тұлға, ұлы ұстаз, ұлы ағартушы десек те болады. Сол кісінің атына берілгендіктен біздің мектебімізде тіл мәселесі өте өзекті мәселенің бірі болып табылады. Біздің кітапханамызда 2000-нан аса оқырманымыз бар. Солардың 1000-нан аса оқушыларымыз осы Ахмет Байтұрсыновтың тілге жанашырлығын және де ұлы ұстаз екендігін, көптеген кітаптарын, эсселерді және де қазақ тіліне байланысты көптеген бізден мәліметтер алып отырады. Және оқушыларымыз өте жоғары деңгейде тілге деген жанашырлықтарын білдіріп отырыпты. Және де біздің елімізде тіл мәселесі өзекті ме? Әрине, тіл мәселесі өте өзекті мәселе. Бірақ жалпы айтқанда бұл біраз жылдар бұрынға қарағанда өте жоғары деңгейде қазір қарқынды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мемлекетімізде де, мектепшілікте, аудандықта, облыстықта тілдерге байланысты әртүрлі сайыстар, әртүрлі деңгейдегі балалардың білімін көтеретін интерактивті ойындар, сол арқылы балалардың тілге деген жанашырлығын білдіріп отыр. Абай салған сара жолмен келеміз бе? Иә. Біз Ахмет салған сара жолмен жүріп келеміз бе? Әрине, біздің мектебімізде көптеген шәкірттеріміз осы Ахмет Байтұрсынов сияқты аталарымыздай болғысы келіп, тілге жанашырлықтарын білдіріп, және де көптеген шәкірттеріміз мектебімізге ұстаздар болып келіп жатыр. Ұлы ұстаздар, қазақ тіл пәнінің мұғалімдері, көптеген шәкірттеріміз ұстаз болып келді. Мен ойлаймын, қазіргі кезде біздің шәкірттеріміз ұлы дара ұстаз Ахмет Байтұрсынов сияқты аталарымыздай болғысы келеді деп ойлаймын. Сізге рахмет сұхбаттасқаныңызға. Тілдің ертеңі үшін алаңдайтын, тілдің мәртебесін көтеретін, бізде Қазақстанның болашағы жастардың құнарлы тілімізді көркейту үшін бар күш қайратымызды жасауымыз керек. Ана тілі ата бабамыздан бүгінгі ұрпаққа қалдырған аманаты.